тікеден тіке Қытай геноцидіне қатысты болғандықтан және ең сұмдығы бұл азаматтар тұтқындауға себеп Алматыда Қытай консулдығының Қазақстан билігіне тапсырған дипломатиялық нотасы себеп болғандықтан. Яғни Қытайдың Алматыда консулдығының Қазақстанға тапсырған дипломатиялық нотасы, яғни арызы себепті бұл азаматтар қамалып отырғандықтан, бұл мәселе тіпті де халықараласып, тіпті де халықаралық қауымдастықтың назарын аударып отыр. Тіпті де халықаралық қауымдастықтың назарын аударып. Мен тіпті істің осы бағытқа осылай кеткеніне Қазақстан билігінің мынау соттың мына айыптау қағаздарының ішінде Қытай елшілігінің нотасының қағазында қоса жариялағанда мен разымын. Әне жердегі қазақтар менше маған бір жақсылық істеді. Бұл Серікжанның қолына тисе, Серікжан оны қалай пайдаланғанды біледі. Біз ғой Бекзат Мақсұтханды құтқара алмаспыз, бірақ оны құтқаратын дәлел факті Серікжанның қолына тигізейік, өзі құтқарып алады десе керек. Қытайдың Алматыда консулдығының Қазақстан билігіне тапсырған наразылық нотасы, дипломатиялық нотасы азаматтарды айыптаған қылмыстық айыптаудың ішінде құжат ретінде көрсетілген. Ал мен ол құжатты суырып алып, енді бүкіл дүниеге шулатып жатырмын. Тіпті осы үшін Ши Цзиньпин Алматыдағы Қытайдың консулының бастығын шақырып, Астанада бас елшісін шақырып, басын турай салуы мүмкін. Атаңа нәлеттер, сендерді Қытайға қызмет істейді дегенде Қытайды өстіп әлем алдында масқара қылсын деп бедім. 18 қазақты соттаймын деп, 18 мың әлемге масқара қылдың Қытайды деп, Ши Цзиньпиннің өзі сол Қазақстанға қойған елшісі мен консулдың басын шауып шошқасына жемге араластырып беруі мүмкін. Неге? Олардың дипломатиялық нотасы менің қолыма тиді қазір. Оны Қазақстанның соты біздің азаматтарды айыптау актісінің ішіне қосқан. Ал мен ол нотаны суырып алдым да, енді дыңғырлатып жатырмын. Дыңғыр. Қытайдың елшілігі нота жолдапты, қаулайлым деп домбырамды шертіп, біраз жерге міне біраз уақыттан бері дыңғырлатып жібердім енді. Енді бұл әңгіме қызық болды енді, сөздің шыны керек. Бұл Қытайдың консулдығының үлкен жаңағы не дейміз, өз құрған қақпанға өзі түсуі, тіпті осы нотаны жариялаған соттар маған көмектесті деуге болады, сөздің шыны керек. Ол қысқасы біздің қолымызға оңбай келді. Қысқасы Қытайдың елшілігі мен консулдығы біздің оң жамбасқа келді ғой. Біздің оң жамбасқа келді.